Ақша таба алмай жүрген адам мен көп ақша тауып жатқан адамдардың арасында бір ғана айырмашылық бар. Мен уже біраз жылдан бері көп неше түрлі адаммен жұмыс жасадым ғой. Сол кезде мен бір ғана айырмашылықты байқадым. Ол білімде емес. Ол сенің тұратын жеріңде, саған берілген мүмкіндікте емес. Представляете? Ол сенің жағдайыңа да қарамайды, тіпті. Ол бір ғана нәрсе. 50-60 миллион, 100 миллион, 120 миллион ақша табатын айына адамдармен жұмыс істеп көрдім. Консультация бердім, терапия өттік. Және де ешқандай ақша таба алмай жүрген адамдармен де жұмыс жасаймын. Болмай жатыр, қолынан келмей жатыр. Қанша әрекет жасап жатса да, қиналып, страдать етіп, 120, 300, 350 миллион теңге қарызға кіріп кеткен адамдармен де жұмыс жасап көрдім. Арасындағы бір ғана айырмашылық ол эмоцияларда. Представляете? Ешқандай ақша таба алмай жүрген адам келген кезде оның проблемасы, әлемге реніші, неше жылдан қалған қорқыныштары, өзін лайықсыз сезіну өте көп. Яғни букет проблема. Өзіне сенбейді, мүмкіндігіне сенбейді, өзін лайықсыз сезінеді. Ал миллиондар тауып жүрген адамға пофигу, да? Ол этаптардың бәрінен өтіп қойған. И оларда әрі кетсе бір 3-4 ғана эмоция болады, және бір ғана запрос болады. Олар бір ғана запроспен келеді. Мен мына нәрсені жасай алмай жатырмын, вроде тырысып жатырмын, бірақ болмай жатыр. Наверное, что-то держит, наверное, бір нәрсе ұстап тұр деген нәрсемен. Сол үшін қыздар, достар, өсіп кеткіңіз келсе, ең басты нәрсе эмоция. Эмоциямен жұмыс жасау. Мен лайықсызбын, менің қолымнан келмейді, мен жасай алмайтын сияқтымын, Алла маған ондай өмір бермеген сияқты дегеннің барлығы өтірік. Оны өзіңіздің эмоцияңызбен, сенімдеріңізбен солай қабылдап алдыңыз. Сондықтан егер табысыңызды көтергіңіз келсе, онда міндетті түрде эмоцияларыңызды қарап, қорқыныштарыңызбен, ренішпен, сенімсіздікпен жұмыс жасау керек болады. Сол кезде ғана біз көтеріліп кете аламыз. Потому что кванттық поле, ол логика жоқ ол жерде. Ол сенің энергияңды, сенен шыққан вибрацияны считывать етеді. Бары сол. Сондықтан өсіп кеткіңіз келсе, өзіңізге қараңыз, өзіңізбен жұмыс жасаңыз.